Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 69-шы сабақтың тапсырмаларын орындайтын боламыз. Ең алдымен мәтінді оқимыз, мәтін бойынша тапсырмаларды орындаймыз. Бізде берілген тапсырма мәтін мазмұны бойынша сұрақ қойып, сол сұрақтарға жауап беру керекпіз. Бірінші сұрағымыз: кімнің тойына көп адам жиналды? Сауытбайдың тойына көп адам жиналды. Елдің бәрін аузына қаратып, орысша оқыту, мектеп салу туралы айтып отырған кім? Ыбырай Алтынсарин. Келесі: Ыбырай өнер, білім туралы не айтты? Біз қазақ халқы білімнен, өнерден артта қалып келеміз. Сол үшін жастарды оқыту керектігі туралы айтқан болатын. Мәтіндегі зат есімдерді тауып талдау жаса. Бұл жерде бізде мәтіндегі зат есімдеріміз той, адам, Әбілхан, Ыбырай, мектеп. Той не? Жалпы зат есім және де жекеше түрде. Адам кім? Жалпы зат есім жекеше түрде. Келесі сөзіміз: Әбілхан жалқы зат есім жекеше түрде. Ыбырай жалқы зат есім жекеше түрде. Мектеп жалпы зат есім жекеше түрде. Келесі: мәтіндегі нақыл сөздерді тауып жаз, және де бұл нақыл сөздерден қандай ой түйдің? Біздегі мәтіндегі нақыл сөздеріміз: бітер-істің басына, жақсы келер қасына, өнер жастан шығады. 16-шы тапсырма. Бұл жерде жұмбақ өлеңді оқып шешуін табу қажет. Бірінші: қамшы өру, ән салу, күй шерту, ертегі айту, атқа отыру немесе үйрету, тігін тігу. Келесі: сенің қандай өнерің бар? Өз өнерің туралы досыңа хабарлама жаз. Сәлем балауса, қалың қалай? Мен бүгін өзімнің өнерім туралы айтқым келеді. Мен домбыра тартуды жақсы көремін. Домбыра үйірмесіне қатысамын. Сені де сол үйірмеге қатысуға шақырамын. Келесі: өз достарыңның өнері туралы айтып бер. Менің достарым көп, олар өте өнерлі. Диас шахматқа қатысады, ал Лаура болса әнге қатысады. Көптеген байқауларға қатысып, жүлделі орындарға ілігіп жүр. Келесі орындайтын тапсырмамыз 17. Бізде бірнеше сөздер берілген, сол сөздерді талдау керекпіз. Күй. Күй не? Зат есім күйлер, әнші әншілер, дос достар, өнерпаз өнерпаздар, бала балалар, кенші кеншілер, суретші суретшілер, биші бишілер, әже әжелер, көрші көршілер. Яғни бізге берілген сөздердің барлығы зат есім қызметін атқарып тұр екен. Берілген сөздермен біз сөйлем құрастырып жазу керекпіз, яғни мысал келтіру керек. Бірінші сөйлеміміз: күйші күй тартты. Тартты не істеді? Етісті қызметін атқарып тұр. Кім тартты? Күйші тартты. Яғни күйші деген сөзіміз зат есім қызметін атқарып тұр. Келесі: балалар сурет салды. Салды не істеді? Етістік. Кімдер? Балалар. Бұл жерде зат есімнің қызметін атқарып тұр.